Уважаемые коллеги, дорогие ребята, вот и близится к концу учебный год. У нас в школе есть замечательная традиция проведения фестиваля одаренных детей. Самые активные, способные, отзывчивые, талантливые ребята участвуют в этом фестивале. Они показывают свои достижения и успехи. Несмотря на большую учебную нагрузку при дистанционном обучении, они участвовали в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по различным предметам и достигли больших, отличных результатов. Я очень рада за вас и хочу пожелать вам, чтобы сердце ваше наполнялось неиссякаемой энергией, чтобы ваши глазки горели и светились, чтобы вы самосовершенствовались, занимайтесь саморазвитием и в следующем году радуйте нас, своих учителей, еще большими хорошими результатами. Используйте все свои возможности, которые вам предоставляются. Творите, мечтайте, пойте, танцуйте, рисуйте. Пробуйте себя во всех сферах деятельности, и у вас обязательно получится. Будьте всегда на высоте и не забывайте о человеколюбии и человечности. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Әне-міне дегенше тағы бір оқу жылы аяқталды. Оқу жылының аяқталуы құтты болсын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Мынау әлемде жүріп жатқан пандемиялық жағдай тезірек аяқталып, қыркүйек айында қалыпты жағдайда мектепке оралып оқуымызды бастауды нәсіп етсін. Сонымен қатар жыл сайынғы өтетін дарын ұлттық құндылық атты дарынды балалардың слеті бүгін міне жүріп жатыр. Баршамызға құтты болсын. Әрине, дарынды балаларды анықтауда, олардың бойында қабілетті танып білуде және сол қабілеттерін ары қарай ұштап жұмыс жүргізуде мұғалімдердің еңбегі өте зор. Ұстаздар, сіздерге құтты болсын. Ата-аналар, сіздердің де еңбектеріңіз орасан зор. Осы балаларға қолдау көрсетіп, үнемі қасынан табылғандарыңыз үшін сіздерге алғысымыз шексіз. Ал оқушылар, сендердің түрлі сайыстардан алған бүгінгі міне мадақтамаларыңыз да құтты болсын. Әрине, қазіргі кезде осы сайыстар арқылы, сайыстарға қатысу арқылы сендердің болашақта мамандық таңдауларының да септігін тигізеді. Болашақта өздерің армандаған мамандық иесі болуларыңа, ата-аналарының үкілеген үмітін ақтауларыңа шын жүректен тілектеспін. Үнемі биіктерден көріне беріңдер, құрметті оқушылар. Біздің мектебіміздің тарлығына қарамастан, ресурстарының аздығына қарамастан, біздің дарынды балаларымыз жылдан жылға көбейіп саны артып келе жатыр. Әрине, бұл тарапта біздің ұстаздардың еңбегі өте зор. Ұстаздар, құтты болсын. Өз балаларыңыз да, елдің балалары да аман есен болсын. Сіздерді тек қана қуантсын, жақсы жағынан көрінсін. Ешқашан балаларымыздың жамандығын көрсетпесін, аман есен болсын. Біздің еңбегіміз осы балалармен көрінеді. Балалар қуанса, біз қуанамыз. Әрине, өз балаларымыз да, елдің балалары да, оқушыларымыз бізді үнемі қуантсын. Жақсылықпен кездесуге жазсын. Аман есен болыңыздар. Өнердің жолын қуды қожап, шегінбедім не бірақ, өнерге жүрдім ойлап. Пони Пифагор қонақта халықаралық олимпиадасының екінші орын жеңімпаздары Болатбек Динара, Тұрған Жандос, Жарылқапов Еркебұлан, халықаралық пони жүлдегерлері 3-гі сынып Балтабаева Лейла, Искаков Ануар, Дүйсенбек Мадина, Қадыр Мерей, Вазмилова Екатерина, Берникуль, Абитаев Абдусалям, Таужанова Алина, жетекшісі Нұғманова Гүлнар. Халықаралық пони жүлдегерлері 3-ші А сынып Әлжанова Іңкәр, Советхан Султан, Ораскей Көркем, Дилманова Аяру, Құдайберген Асима, Мұхтар Султан, Дусыпхан Құрмет, Қарабатыр Асылай, жетекшісі Сисабаева Дария. 1-ші А сынып оқушылары 7-ші халықаралық олимпиада. Сапарғали Нұрали,
Талғат Әділет, Айтбай Нұрсұлтан, Ақжігіт Інжу, Әліпбек Бекжан, Алмағамбет Айжан, Батырбек Арнур, Ержан Аяла, Зиябек Алтайыр, Иса Аяжан, Қожан Нұрай, Мұсылғали Аблайхан, жетекшісі Мұсабекова Сәттігүл. Диплом. Бірінші сынып оқушылары күзгі сайысы. Екінші орын Ақылбек қызы Гаухар, Ақжігіт Інжу, Жеңіс Аблай. Үшінші орын Ержан Аяла, Талғат Әділет, Оңғарбек Ибдрахим, Иса Аяжан, Серікбек Айзере, Мұрат Айдару. Үшінші Б сынып оқушылары Ұлы тілтану елінде Пони. Әліпбек Сезім, Болат Әбілмансур, Құралбек Танжарық, Қабілда Ақбаржан, Рысбек Шоғыла, Зейнулла Нұрмұхамед. Пони Пифагорда қонақта. Әділжанов Султан, Төреғали Аяулым, Көшкенбай Жазира, Болат Мейірлан, жетекшісі Шаукебаева Индира. Төртінші Б сынып оқушылары Тұрсынбек Нұрасыл, Ержан Наз, Махамбетұлы Батыр, Алмазұлы Диас, жетекшісі Құсайынова Гүлбаршы.